Бүгінгі сабақта біз өте қызықты мәліметті көтереміз. Яғни бұл сабақ сіздерге практикалық тұрғыда көп мәліметтер жинауға, түсінуге, онға NLP-дің тақырыбын ашуға мүмкіндік береді. Көз сигналдары, көзге қол жеткізу үлгілерін салыстыру, артқа қары әрекет жасау және артқа жүру деген ұғымдар бар психологияда, NLP-дің тақырыбында. Бұл жерде оны түсіну үшін қазір біз сіздермен осы тақырыпқа байланысты жаттығулар жасаймыз. Ол үшін тақтаға мен қазір бір студент шақырамын. Келеміз. Көпшілікке қарап тұрасыз. Ал енді мен сізге мынандай сұрақ қоямын. Алдыңғы визуалды тәжірибе деген мағынаны ашу үшін визуалды жады дегеніміз не? Яғни бұл нені білдіреді? Өткен мәліметтер жайында ойымызда визуалды сақталған мәліметтер бар да. Бұл енді айтамын. Бұл бөлменің кері беріс есігі қандай түсте? Кіреберіс есігі қандай түсте? Осы бөлменің есігінің түсі қандай? Сұр. Қайда қарады? Қайда қарады? Қай жаққа? Жоғары, төмен, ортаға? Жоғары. Кеттік. Апельсин шырының түсі қандай? Оранжевый. Көз қайда қарады? Солдың кішкене солға. Солға емес, тіке қарады да, тіке қарады. Бірден ең алғаш сұрақ қойған кезеңде тіке қарады, солай емес? Сондықтан бұл тіке деп есептелінеді. Өйткені бұның тәжірибесіне жинақталған мәлімет бар. Келесі, сіз бір жыл бұрын қалай өзіңізді көрдіңіз? Қандай көріністе едіңіз? Бір жыл бұрын мен осы психология бағытына оқып жүріп практика. Сұраққа жауап бермей-ақ қояйық, біз тек қана көз қимылын қараймыз. Солға және солға. Енді метро вагонындағы терезенің пішіні қандай? Төмен және оңға қарай. Көбінесе негізінде жоғары қарап алып, бірінші білдірмейсіздерге. Содан кейін төмен қарады, ойланды, сезімге бой ұрды. Ал енді 1000 теңге қағазында не бейнеленген? Кеттік. Бұл жерде қараңызшы, визуалды, бұл жерде екі түр бар. Визуалды біз қазір өткен шақтағы мәліметтерге сүйену арқасында біз тексердік. Қаншалықты бұл кісінің бойында өткен шақтағы тәжірибесінде есте сақталған мәлімет бар. Кейінірек қараймыз. Келесі сұрақ, визуалды құрастыруға тоқталайық. Жаңа тәжірибе ол, жаңадан жоспарлау, біздің ойымызда жоқ мәлімет болу ықтимал, математикалық есептер болуы мүмкін. Бұл жөнінде мынандай, сары шашпен қалай көрінетін елестетіңіз өзіңізді. Кеттік. Жасыл нүктелі қызғылт білді елестетіңіз. Көрдіңіз бе? Бұл мысалға жемпірі, немесе блузка, жасыл шалбармен қалай көрінер еді? Көз қайда қарады? Осы бөлменің ортасында үлкен жасыл кактусты елестетіңіз. Қандай болдық бұл жерде? Байқадық. Бұл деген, байқадыңыз, бұндай біз сұраққа дайын емес едік. Бұл адамның бойында өзінен өзі жинақталған мәлімет бар ма, жоқ па, соны байқадық. Екіншіден, жаңа мәліметті енгіздік, бұл құрастыра бастады адам. Қаншалықты соған дайын екен? Кеттік, келесі жаттығуға көшейік. Тапсырма мынандай, аудиалды, байқайық. Егер сіз қарындашпен бос қаңылтырды түртсеңіз, қандай дыбыс шығар еді? Бұл кісі аудиал емес, визуал негізінде. Көздің оңға, солға айқын көрінісі болды, ал енді мен аудиалға басқадан шақырдым. Келесі тақтаға шығатын Нұрай. Шапшаң. Бұл жерде біз мынандай сұрақ қоямыз. Басқа сұрақ қоямын. Теңіз жағасындағы скрипка қалай естіледі? Айту керек қояқпын? Жоқ, айтпай-ақ көз алдыңызға. Бірінші қайда қарады қыздар? Жоқ, өтірік айтамыз. Бірінші оңға қарады. Оңға қарады. Содан кейін көзінің тура құлақтың тұсында болды. Байқадыңыз ба? Содан кейін ғана жоғары қарады. Өйткені ол жерде тек қана скрипканың
теңіздің дауысын ғана емес, сонымен қатар не есту керек болды? Көз алдына елестету керек. Скрипканы мен жаңағы пианино бар ғой, мысалы қойған елестеп кетуі мүмкін, не болмаса судың дыбысы, не болмаса көрініс елестеп кетуі мүмкін. Келесі сұрақ. Егер сіз домбыраны 2 есе баяу ойнасаңыз, қалай естір едіңіз? Қайда қарады? Солға қарады. Солға қарады және көз бірден солға бірден түскен жоқ, біртіндеп түсті. Келесі. Егер жүргізуші ананың романы, не болса, өзінің анасы туралы бір өлеңді тыңдаса, ол қандай өлең болуы мүмкін жүргізуші үшін? Рахмет, визуалға кеттік, да? Егер де сіз анаңызға бір әдемі, ерекше тілек айтатын болсаңыз, не айтар едіңіз? Стоп, кеттік, ары қарай. Бір ұлттың өкілі сізге өз тілінде сөйлеген кезеңде қандай сөзді бірінші естуіңіз ықтимал? Кеттік, түсінікті, да? Енді бұл жаңағы біз құрастыруға келдік, құрастыруға байқаған шығар. Ал енді керісінше басқаша жасайық. Аудиалды жадыға қарай. Сіздің анаңыздың дауысы қандай? Рахмет, кеттік. Домбыра қалай естіледі? Краннан тамшылап жатқан судың дыбысын елестетіңізші. Кейбір әуенді еске түсіріңіз, қалаған әуеніңізді. Рахмет. Енді ауа райын айтқанда қандай ойнайды? Қараңызшы, бұл жерде көз қайда қарады? Әсіресе еске түсірген кезеңде. Жоғары емес, оңға қарады. Құлақтың тұсына және оңға қарады. Біздің тарапымыз, біз мысалға қалай тұрмыз, солай оңға қарады деп айтамыз ғой, солға қарады ма? Солға қарады. Біздің тарапымыздан. Біз ол кісінің тарапынан айтпаймыз, өзіміздің тарапынан айтамыз. Келесі, енді біз жаңа мысал келтірдік қой, жаңадан ойлап таптық. Сол кезеңде қандай не болды? Ол қайда қарады? Жоғары, өйткені ол елестетті бірінші. Онан кейін оңға солға қарады ма? Еске түсінірді. Еске түскен зат, мысалға еске түскен зат, көбінесе ол құрастырылмайды, ол белгілі. Отыра қойыңыз, келесі адам шақырайық. Қазір біздің айтатынымыз кинестетикалық тұрғы. Біз жаңа аудиал-визуалға тоқталдық қой, ал енді біз кинестетикалық ұғымға келеміз. Ол үшін бірінші сұрақ, репрезентативті жүйе дегеніміз не? Соған анықтама беріп көріңізші. Білмейміз, я? Анықтама түсініксіз, біз оны өткен жоқпыз әзірге. Сабағымызда ондай мәлімет болған жоқ дейміз. Келесі, сіздің аты жөніңіз керісінше қалай оқылады? Қалай оқылады? Азиза, біледі екен. Білгеннен кейін автоматты түрде. Ләззат апайыңыздың аты қалай оқылады? Керісінше. Келесі, кешігу туралы түсіндіруді қай сөз тіркесінен бастаған дұрыс деп ойлайсыз? Рахмет.